Ғажайып танго. Бұл келгенде тойдың бірінші бөлімі аяқталып, жұрт тыныс алуға шыққан екен. Үлкендер жағы дөңгелете қойылған орындықтарға жайғасып, кәдімгі концерт көргендей-ақ ортадағы би қызығын тамашалап, мәз-майрам. Құйқылжыған лезгинканың әуені құлаққа естілісімен-ақ Ханшайым бірден түсіне қойды. Қашанғыдай ұлттар биінен жарыс ұйымдастырылып жатқан сияқты. Асаба өңеші жыртылған шайқайлап билеушілердің делебесін қоздырып қояды. Ал билеушілер мұндай қыздыруды керек етіп те жатқан жоқ. Әйелдер бар өнерлерін салып, су бетінде жылжыған аққудай сырғып, аяқтарының ұшымен жорғаласа, еркектер өздерінше тауылдарының образына кіріп, иықтарын қомдап, оларды шырқ көбелек айналып жүр. Ханшайым күлімсіреп билеп жүргендерді көзбен шолып өте берген. Кенет түкпір жақта өзін дөңгелене жорғалаған серігінен көз алмай, кеудесін асқақ ұстап кербез қимылдаған бишіге көзі түсті. Япыр-ау, мына бір кісінің жүзі соншалықты таныс сияқты ғой. Қай жерде қашан көріп еді? Қанша ойланса да, оны қай жерде көргенін есіне түсіре алмаған Ханшайым бишілерді қолпаштап тұрған топқа қосылды. Ұлын үйлендіріп жатқан апа жездесі құда-құдағиымен бірге тұр екен. Мұны көріп қолдарын бұлғап өздерінің қастарына шақырды. Қалай бәрін реттеп келдің бе? Деп сыбырлай сұрады патшайым. Тойдан кейін құда күту рәсіміне арналған дастарханды жайғастырамын деп кешігіп келген сіңілісінен. Бәрі жақсы, алаңдама. Ханшайымның сөзін аяқтатпай құдалардың бірі келіп сөзге араласты. Ау құдаша, сіз қайда жүрсіз? Өткенде құда түсіп келгенде бидің түбін түсіріп едіңіз. Біз әдейі сіз үшін партнерді алып келдік. Қайда өзі? Билеп жүр екен. Қазір сайыс ұйымдастырамыз. Солай деді де, Ханшайым аузын ашып үлгіргенше асабаға барып әлденені түсіндіре бастады. Сірә бұл алдын ала келісілген шаруа болуы керек. Басын қайта-қайта шұлғып тұрған асаба микрофонды қолға алып, маңғаздана сөз бастады. Ал халайық, сайыс қызығы енді басталады. Қазір ортаға қалыңдық жақтан 4 жігіт, күйеу жақтан 4 қыз шығарамыз да, бірнеше би түрінен сайыс өткіземіз. Жеңімпазға мына құда бәйге тігіп отыр. Су жаңа, ұялы телефон. Сол-ақ екен, екі жақта бірласып, у да шу болып, ортаға шығатын сайыскерлерін сайлай бастады. Құдалар жағынан төртеудің бірі болып, бағанағы кербез биші шықты. Бұлар жағынан да 3 келіншек ортаға шығып, енді 4-ші адам іздестіріп жатқан. Сол кезде патшайым келіп, Ханшайымды ортаға итермеледі. Шық, жиен сенікі ғой. Әуелі қамажай қалықтады. Білектерін созып, буындарын бұралта шеңбер жасай қозғалған әйелдерге ілесіп, ерлер де сондай қимылдар жасай бастады. Ер адамдардың қолдарын ербең еткізіп, билегенін қызықтап, көрермен күлкіге бір қарық болды. Кілт үзілген музыкадан соң асаба төрешілік жасап, нашар биледі деген бір жұпты сайыстан шығарды. Іле 70-ші жылдардың ең сәнді биі твист жарияланды. Құйқылжыған музыкаға ілесіп, сайыскерлер бұл жолда бар өнерлерін салып, ерелеңдеп бақты. Ең қызған шақта кілт үзілген музыкамен іле естілген асаба дауысы тағы бір жұпты би алаңнан шығарды. Вальс, би тәңірісі вальс деп жариялады асаба салтанатты түрде. Және естеріңізде болсын, құшақтасып ырғалып жүре берген есептелмейді, вальс айналу керек. Ханшайымның жұптасы мұның алдындағы биде ақ тер көктер боп билеп, әлі де екенінен дем алып тұрған жігіт ағасы асабаның сөзінен кейін екі қолын бірдей көтеріп, мен паспын деді. Жоқ болмайды, жұптасыңызды серіксіз қалдырасы ба деп асаба жолын кескістіп еді. Жігіт ағасы қолды бір сілтеп сыртқа қарай беттеді. Сол кезде кербез жігітпен билеп жүрген
Қаншайымның сіңілісі: мен вальс билей алмаймын, мен де шығайын, сонда бір жұп қалады. Жүлде алғандар мұнымды ескеретін шығар, деп жұртты ду күлдірді. Ортада Қаншайым мен бағанағы қимыл қозғалысы назар аудартқан жігіт қана қалды. Ансамбль қазақ вальсін ойнай жөнелгенде алдына келіп сәл-пәл басын иіп, қолын созған жігітке қарай бұл қобалжи қадам басты. Япырмау, мынау Батырбек қой. Әкесі әскери қызметте болғандықтан бұлардың отбасы бір қаладан бір қалаға көшіп жүретін. Содан да бұлар есейе келе Қаншайым қанша мектепте оқығанын да, аз уақыт бірге оқыған сыныптастарын да ұмытып қалды. Тек қыз боп қылтиып өсіп келе жатқанында хореография училищесінде өткізген 3 жылы жасөспірім кезінің ең сәулелі сәттері болып есінде сақталғанды. Отбасы елге түпкілікті оралып, Қаншайым хореография училищесіне түскен кезде мұндағы халық билері ансамблінің атағы жер жарып тұр екен. Әсіресе жеке орындаушылар. Сол жылы училищені бітіретін Батырбек пен Раушан барша студенттің кумирі болады. Олармен билеп, оларға жұптас болуды кез келген оқушы армандайтын. Сондықтан кезекті конкурстың алдында Раушан тобығын қайырып алып, Батырбекке шұғыл түрде жұптас іздестірген оқытушылар Қаншайымды таңдағанда бұл төбесі көкке жеткендей қуанған. Екеуі Аргентина тангосын билеуді үйреніп еді-ау сонда. Кәсіби бишінің әсем қимылы мен алдына келіп басын иіп тұрған сол Батырбек екенін енді таныған мұның жүрегі дүрс-дүрс етіп кеудесінен шығып кетердей тулады. Жұптасының иығына қолын салған Қаншайым әрі қарай музыканың ырғағына ілесіп қалықтай жөнелді. Толықси үйірілген әуеннің көзіне көзін қадап, әдемі сауатты демеген жігітпен билеген бидің әсеріне берілген соншалық, бір мезгіл жер басып, шыр көбелек айналып емес, ғайыптан пайда болған қанатты жұптасының жетелеуімен шексіз ғаламға көтеріліп, қалықтап, ұшып жүргендей күй кешті. Солай көрінді ме, әлде шынымен солай болды ма? Жаңа ғана гу-гу еткен зал іші тына қалып, әсем биді бәрі де демдерін ішке тарта тамашалап тұрғандай көрінді. Музыканттар да мұншалық сұлу биді үзуге қимаған сияқты. Әйтеуір алдындағы билердей әуен кілт үзілмей, баршаға танымал аккордтармен аяқталды. Жаңа ғана тым-тырыс тұрған жұрт концерттегідей ду қол шапалақтап, тағы жұп болсын деп гулей жөнелді. Қошеметке үйренген адам сияқты емес, Батырбек жүзі ду етіп, қызарып, басын иіп қойды. Сосын Қаншайымға әрі сүйсіне, әрі таңырқай қарап, тамаша билейді екенсіз, қайдан үйреніп жүрсіз деп сұрады. Танымады. Қаншайымның жүрегі сыздап кетті. Қайдан танысын, одан бері қанша жыл өтті. Жасөспірім бала кезімізде жұптасып билеген біз, жасымыз 30-ды орталағанда жолығысып отырмыз. Қайдан танысын? Қаншайым жауап берген жоқ, жымиып күлді де қойды. Тойдан қайтып келе жатып, екеуінің жұптасып билеген кездерін есіне алды. Ұстаздары Фаина Адамовна осы конкурста бас жүлдені жеңіп алуларын керек. Ол үшін күн-түн демей дайындық жасаймыз, басқаның бәрін ұмытасыңдар деп талап қойған. Жеңіске бұлар да мүдделі. Сондықтан ұстаздың барлық талаптарына мойын сұнған екеуі репетиция залында түнеуге бейіл. Тек еңбектері зая кетпесе болғаны. Талапшыл ұстаз бірде: арқаңды тік ұста, бүкшиме деп қолындағы таяқшасымен мұның жауырынынан шып еткізіп салып жібергенде көзінен жас бұрқ ете түскен. Оны елеп жатқан Фаина Адамовна жоқ, енді қаһары Батырбекке түсті. Қалай алып жүресің? Сен жұптасымен билеп емес, оны сүйрелеп жүрсің ғой. Шыдамай оның орнына өз тұра қалып, 1-2-3 деп аяғын санап басып, қызды би әуенмен қалай алып жүруді көрсетті. Бірақ обалы не керек? Фаина Адамовна ашуы қалай тез болса, қайтымы да жылдам кіседі.
үзіліс жариялап, екеуін қасына алып отырып, би өнері, оның тарихы туралы небір ғажайып әңгімелер айтатын. Сен тангеросың, деді бірде ол Батырбекке қарап. Есіңде болсын, танго билейтін ер адамды тангеро деп атайды. Міне сол тангеро туралы өзара сыр бөліскенде әйелдер оны бойына, сөйлеген сөзіне, киген киіміне қарап емес, билеген кезде қызды қалай алып жүретініне қарап бағалайды. Жұптасыңды би алаңда әдемі, сауатты алып жүру үлкен өнер, біліп қой. Есіңде болсын деген Фаина Адамовнаның аузынан түспейтін сөз тіркесі еді. Ол балаларға үйретем, бойларына сіңірем деген нәрсенің барлығын осы тіркеспен бастайтын. Бәлкім, бұл тіркестің ғажайып бір күші бар да болар. Өйткені Ханшайым ұстазының сол кезде айтқан сөздерін, берген кеңестерін ешқашан ұмытқан емес. Естеріңде болсын, деді тағы бірде Фаина Адамовна. Би әншейін аяқ-қолды ербеңдетіп, қарғып секіру, немесе ретті-ретсіз ырғаңдау емес, ол сонау ежелгі заманнан бері адамның көңіл күйін, айтар ойын білдіру үшін қолданылып келген амал. Ол арқылы қуанышты да, қайғыны да, жеңісті де, жеңілісті де бейнелеуге болады. Ал біз үйреніп жүрген латын америкалық билер ауызға алынса, елдің есіне ең алдымен танго түседі. Танго десек, алғашқы махаббат, көгілдір көктем, көңіл құштары болған жанды алғаш құшағыңа алып, билеуге батылың барған ғажайып сәт ойға оралады. Ал мен танго емес, румбаны махаббат би деп естігенмін, деді кенет Батырбек. Енді түсіндім. Фаина Адамовна Батырбекке қолана қарады. Румбаны Раушанмен ғана билеймін деген содан екен ғой. Ол қызарып кеткен Батырбектің шашын ұйпалап, басынан құшақтады. Оның да дұрыс, бірақ есіңде болсын, әдетте румбаны махаббат биі емес, құштарлық биі деседі. Ондағы қимыл қозғалыстарға зер салып қарап көріңдерші. Биші қыз біресе серігінің қолынан жұлқына шығып кетіп, біресе қайта келіп құшағына құлайды, біресе арбап шақырып, өзіне тартып, біресе маңына жуытқысы келмегендей қашқақтап бойын аулаққа салады. Сөйте тұра, бар қимыл қозғалысы мен серігінен жолындағы бар кедергіден өтер батылдықты, от жалындай шарпыған құштарлықты күтетінін білдіреді. Көз қарасы мен қолының, басының, иығының, 12 мүшесінің сиқырлы қозғалысымен білдіреді. Жігіттің қимыл қозғалысынан да осындай көңіл күйді байқауға болады. Ол өзінің құшағынан сытылып шыққысы келіп сырғақтаған қызды біресе жергенде итеріп, еркіне жіберіп, лесе өз ойынан өзі шошынғандай жан ұшыра соңынан ұмтылады. Еш ажырасқысы келмейді. Жаны да, тәні де сонымен бірге өріліп, құштарлық отында өртенуге бейіл. Ал танго басқаша. Оған адам көңілінің сыржыл шектерін шерткендей нәзік иірімдер тән. Онда румбадағыдай бурқанған құштарлық емес, тұп-тұнық сезім, тап-таза тілектер басым. Осыны түсінсеңдер, биді жақсы игересіңдер. Ал ол дегенің қалайда жеңесіңдер деген сөз. Бірақ бұлар конкурсқа қатыса алмады. Сайысқа бір апта қалғанда ойламаған жерден Ханшайымның соқыр ішегі жарылып кетіп, ауруханаға түсті. Ауыр операциядан тез айығып кете алмаған ол академиялық демалыс алды. 1 жылдан кейін бұл оқуға келген кезде Батырбектер оқуды бітіріп кеткен болатын. Содан кездесіп отырғандары бүгін ғана.